Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мохито сусынын жасайтын боламыз. Үй жағдайында жасалатын сусынның бірі, сіздерге ең өте оңай жолын көрсететін болам. Бізге керегі мұз, 1 штук лайм, мята, 1 литр спрайт и графин керек болады. Өйткені графинға құйып жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші лаймды домалақтап жұқа қылып кесіп аламыз. Мятаны жуып, тазалап, башағын кесіп алып тастадым. Мятаны 3-ге бөліп аламыз, графинге салғанға ыңғайлы болу үшін. Графинімізге бірінші мятаны салып аламыз. Мятаны салғаннан кейін үстіне лаймды салатын боламыз. Лаймның 1 долькасын алып қаламыз, яғни 1 штугын стаканда әрлеп қою үшін. Ол өз қалауларыңызбен алып қалсаңыздар да болады, алып қалмасаңыздар да болады. Мен 1 штугын алып қалам стаканға, стаканым әдемі көріну үшін. Спрайтты кішкене графинді қиғаштап құямын, себебі газы тез шығып кетпес үшін. Спрайтты құйғаннан кейін араластырудың қажеті жоқ. Араластырсаңыздар газы тез шығып кететін болады. Спрайттың напорымен құйылғаннан кейін мята мен лаймның дәмі бірден шығатын болады. Қазір осының үстіне мұзды салатын боламыз. Мұзды салған кезде мята мен лаймды басып тұрады, одан да қатты дәмі шығатын болады. Мятаның да, лаймның да и салқын болады. Мұз салғаннан кейін болды, біздің мохитомыз дайын. Үй жағдайында жасалған ең оңай мохитоның түрі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен болға Алима Жарқынбекқызы.